Сәлеметсіз бе оқушым? 28 сабақ мүмкіндіктер тармағы. Адамдар арасындағы достық. Сен мүмкіндіктер тармағын құратын боласың. Бірінші есеп. Ұлдар О деп белгілейміз. Қыздарды Қ деп кезектесіп отыратындай Нұрай, Марат, Торғын және Серікті орындыққа қалай отырғызса болады, берілгенді пайдаланып барлық мүмкіндігін. Нұрайға келесі Серікті қойсақ болады. Одан кейін Торғынды қоямыз, одан кейін Маратты қоямыз. Яғни Нұрай бізде қыз, Серік ұл, Торғын қыз, ұл. Одан кейін Т-дан келетінімізде бізде мына Торғын, Торғын мына жерде Марат, Нұрай, одан кейін Серік, яғни ұл, қыз, ұл. Торғынның екінші тармағында Серік, Нұрай, Марат. Яғни Торғын бізде қыз дедік, Серік ұл дедік, қыз ұл болып тұр. Келесі мыдан келетін бізде Марат. Марат ұл болып тұрса, мына жағында, оң жағында Нұрай қыз, Серік ұл, жаңа Торғын қыз болып тұр. Мына жағында Марат екен Торғын, Самат, Нұрай. Яғни Марат ұл болса, қыз ұл қыз болады. Самат бізде, Саматтың оң жағында Нұрай, Марат, Торғын. Яғни ұл, қыз, ұл, қыз. Саматтың сол жағында Торғын, Марат, Нұрай. Яғни ұл, қыз, ұл, қыз. Мына кесте мүмкіндіктер тармағын беріп тұр. Мына жерде кестемен беріліп тұрса, мына жерде мүмкіндіктер тармағы арқылы бейнеленіп тұр. Мүмкіндіктер тармағын әртүрлі орналастыруға болады. Дәптердің мүмкіндіктер тармағын сал және толтыр дейді. Жаңа Марат, Серік, Торғын, Нұрай. Бірінші ұл қыз болу үшін жаңағы мына жерде Торғынды жазам, Саматты жазам, одан кейін Нұрайды жазам. Мына жерде Мараттан кейін қыз үшін Нұрайды, Саматты, Торғын. Одан кейін Саматтан кейін бұл жерде Торғын, Марат, Нұрай. Самат, Нұрай, Марат, Торғын. Торғын, Марат, Нұрай, Самат. Торғын, Самат, Нұрай, Марат. Нұрай, Самат, Торғын, Марат. Нұрай, Марат, Самат, Торғын. Мына осылай сызбаларды өздерің толтырып үйреніңдер. Екінші есеп, екінші сызбадан төменде орналастыру мүмкіндіктерін тауып қызыл түспен қоршап сыз дейді. Қараймыз. Мына Марат, Нұрай, Самат, Торғын. Одан кейін Самат, Торғын, Марат, Нұрай. Қызылмен сыз деп жүр, қызылмен түспен қоршап сыз дейді. Одан кейін Нұрай, Нұрайдан кейін Самат, Серік, Торғын, Марат. Мына үшеуін сызып шықтым қызылмен. Енді есебінде екінші төменде орналастыру мүмкіндіктерін тауып көк түспен қоршап шық. Енді көк түспен, мен көк түспен сызайын. Торғын, Торғын, Серік, Нұрай, Марат. Одан кейін Серік, Серіктің сол жағы уже Нұрай, Марат, Торғын. Екінші рет Серік сыздым. Екеуінде сыздым. Жақсы. Өзіндік жұмыс. Үшінші есеп. 2, 7, 9 цифрларын пайдаланып, қанша екі таңбалы әртүрлі сан құруға болады. Бұл сандарды цифрлар қайталануы мүмкін. Тапсырманы әртүрлі тәсілмен орында дейді. Тапсырманы әртүрлі нұсқалармен таңда. Яғни 2-ден кейін бізде 2, 7, 7, 9, 9 деп қойымыз мүмкін. Немесе 2, 7, 7, 2, 9, 7 деу мүмкін. Немесе бізде 2, 9, 7, 9, 9, 2 болуы мүмкін. Сонда әртүрлі сандар пайда болды. Енді мүмкіндіктер тармағына сызбасын
құру дейді. Жаңа мына жерде 2-ні, мына жерде 7-ні, мына жерде 9-ны жазам. 2 болады бізде. 2 7 болады. 2 9 болады. Сол сияқты 7 2 7 7 7 9. Яғни мынау мүмкіндіктер тармағын қолдану бізге өте тиімді. 9 2 9 7 9 9. Сол кезде оңай әрі жеңіл тауып алуға болады. Мысалы қарайықшы, мына сандар бар ма бізде? 2 2 деген сан бар. 2 7 деген сан бар мына. 2 9 деген сан бар. 7 2 7 2 бар. 7 7 бар мына. 7 9 бар. 7 9. 2 92 деген сан мына. 92 бар. 97 бар. Және 99 бар. Мына сандарды бұлай жазғаннан мүмкіндіктер тармағы арқылы жазатын болсақ, құрып 2 таңбалы санды оңай табуға болады. 4-ші есепте А есебінде АВ кесіндінің ұзындығы 5 см, СД кесіндігі 25 см-ге тең. Қай кесінді қайсынан қанша есе ұзын? Яғни неше есе ұзын табамыз. Бізде есе деп тұрса, яғни 20 үлкенін кіші санға бөлеміз. 5 есе. Жауабы СД 5 есе ұзын деп жазып қойсақ болады. Жақсы. А есебінде бізде АВ кесіндісі 5 см-ге тең. СД кесіндісі 25 см-ге тең. Яғни СД кесіндісі АВ кесінді неше сантиметрге ұзын? Мынадан неше сантиметр ұзын? Онда неше сантиметр есе тек 25-тен 5-ті азайтамын. Яғни 20 сантиметр. Жауабы СД 20 сантиметр ұзын. Болды, солай жазып қоямыз. Б есебінде бір сөреде 5 кітап, ал басқа сөреде ода 4 есе артық кітап бар. Екі сөреде барлық неше кітап? Міне бірінші сөреде бізде 5 кітап бар. Екінші сөреде екінші басқа сөреде одан 4 есе, яғни 5-ті көбейтем 4 есе деген көбейтуді білдіреді. Сонда 20 кітап бар екен. Барлығы, демек 5-ге қосамын 20-ны, 25 кітап бар. Яғни барлығы 25 кітап. 5-ші есепте дейді. Яғни өлшем бірліктері бірдей. 8 дециметрге 49 дециметр қоссаң 57 дециметр болады. 9 сантиметрге 4-ті көбейтсең 36 сантиметр квадрат болады. 40 метрге 5-ті бөлетін болсақ 8 метр квадрат болады. 265 сантиметр квадрат болады. Есепті оқы. Балалар әлемі дүкенінің бір бөлімінде тоқылған заттар сатылады. Қара, жасыл бөкебайлар, көк ақ тақиялар және сары, қызғылт сары қолғаптар. 3 заттардан тұратын неше жиынтық жасауға болады? Әуелі бөкебайларды мен бөлейін. Қызыл, жасыл. Қызыл және жасылмен бөкебайлар жасайын. Мен бұлай жасайын. Қызыл, қызыл және жасыл, жасыл. Түсінікті болады сіздерге. Одан кейін бұл бітті. Енді көк ақ тақиялар. Мына жерде көк тақия, мына жерге ақ тақия. Мына жерге де дәл сондай көк тақия, мына жерге де ақ тақия. Жасылда да көк тақия, ақ тақия, көк тақия, ақ тақия. Енді мына жерде мен сары және сары деп берем. Себебі қараймыз. Қара, көк, сары. Қара, ақ, сары. Қара, көк жаңа қызғылт сары. Қара, ақ, қызғылт сары. Сол сияқты жасыл, көк, сары, жасыл, ақ, сары, жасыл, көк, қызғылт сары, жасыл, ақ,
қызғылт, сары. Енді есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сонда жауабы 8 жиынтық жасауға болады. Жиынтық жасауға болады. Кесте бойынша сен есепте. Кесте бойынша есепте құрастыр, оларды шығар дейді. Бірінші қалам берілген, мына жерде белгісіз дананы тап. Яғни белгісіз дананы табу үшін 45-ті бөлемін 9-ға, бізде 5 деген сан шығады. Демек ізделініп жатқан сан 5. Келесі. Яғни 6-ға 5-ті көбейтсек, бізде 30 теңге шығады. Демек ізделініп жатқан теңгеміз 30 теңге. Келесі саным белгісіз теңгеге 8 дана 40 теңге болады. Демек 40-ты бөлемін 8-ге, бізде 5 болады. Ізделініп жатқан теңге 5 теңге болады. Сол сияқты барлық заттың құнын білу үшін заттың бағасы оның санына көбейту керек. Міне бас әріптен жазатын. Сатып алған заттың санын білу үшін барлық заттың құнын бір заттың бағасына бөлу керек. Санын білу үшін. Ал соңғысы бір заттың бағасын білу үшін барлық заттың құнын оның санына бөлу керек. Осы ережені сақтаймыз. 9-шы есеп тиімді тәсілмен есепте. Тиімді тәсіл 95-ке 5-ті бірінші қосып алам. Яғни 100-ге 39 қоссам 139. Осылай тиімді жолға. 94-ке 6-ны қосам. Себебі 4-ке 6-ны қоссаң, сонымен 0-мен аяқталатын сан бар. Демек 94-ке 6-ны қоссақ 100, 100-ге 198, 198 болады. 205-ке 295-ті, яғни 5-ті 295-ке қоссаң 300 болады. 300-ге 200, 500, 500-ге 199, 699 болады. Дәл сол сияқты 106-ны 594-ке. 6-ға қоссаң 600, 100-ді қоссаң 700, 898. Келесі 105-ті 195-ке. 200, 300 болады. 300-ге 599, 899 болады. Келесі 306-ға 294. 6-ға 294, 300, 600, 898 деген сан шығады. Яғни соңы 0-мен аяқталатын сандарды бірінші қосып алуымыз керек. Жақсы. Келесі есеп 10-шы есеп. Сыныпта 29 оқушы бар. 29 барлығы. Олар хауызға және сурет үйірмесіне барады. 16 оқушы хауызға да сурет үйірмесіне де барады. 3-еуі тек сурет үйірмесіне, 5-еуі тек хауызға, 16 оқушы және 2-еуіне де барады. Қанша оқушы хауызға да сурет үйірмесіне бармайды. Яғни шешуі, бізге мынау диаграмма берілген ғой. Осыны қосып алам. Яғни 5 қосылған 16 қосылған 3 оқушы. Барлық оқушыны табамыз. 21, 24 оқушы. Сол барлығы бізде 29 оқушыдан 24 азайтсақ 5 оқушы қалады. Сонда жауабы үйірмеге қатыспайтын, үйірмеге бармайтын 5 оқушы деп жауап береміз. Жақсы.